Баршаңызға сәлем, қыз-келіншектер, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге өте пайдалы және де өте дәмді болып шығатын гречневый каша жасайтын боламыз. Бұл каша балапандарға да өте пайдалы, яғни қосымша тамақ ретінде берсеңіздер болады. Ең алдымен керекті заттарымызды дайындап аламыз. Сүт, су, 350 мл сүт болу қажет, және де жарты стакан гречка, азырақ тұз, және де бал қосамын. Мен балдың орнына сіздер қант қоссаңыздар да болады, ол өз қалауларыңыз бойынша. Ең алдымен ыдысымызға суымызды құйып алып, қайнатуға жібереміз. Қайнап шыққан соң бірден осылай гречкамызды салып, су тартылғанша қайнатып алатын боламыз. Мінекей су тартылды. Су тартылған соң сүтімізді құйып, тағы ары қарай қайнататын боламыз. Сүтті құйған соң ыдыстың бетін жауып қайнатқанымыз үшін сонда әдемі болып піседі, және де тезірек пісетін болады. Содан соң қайнап шыққаннан кейін қантымызды немесе балымызды салып, азырақ тұзымызды салып жіберіп, ары қарата пісіретін боламыз. Керегінше тұз бен балымызды салып болған соң, осылай бетін жауып, төмен отта 10-15 минут пісіріп алатын боламыз. Мінекей 10-15 минут уақыт өтті. Содан соң астын сөндіріп, азырақ сары майымызды салып, 10 минутқа бетін жауып қалдыратын боламыз. Мінекей біздің пайдалы және де өте дәмді кашамыз дайын болды. Бағана айтып өткенімдей, бұл кашаны қосымша тамақ ретінде балдарыңызға берсеңіздер де болады. Осылай бал қосып, немесе өздеріңіз правильный питание ұстанып жүрген болсаңыздар, қанттың орнына бал қосып жесеңіздер өте пайдалы және де өте дәмді. Ас болсын, қыздар дайындап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.